Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен кондитерлік дүкеннің сөресінде сатылып тұратын оригинал самсаның дайындалу тестасын және де сол тестаның ұзақ мерзімде морозильникте сақтау жолдары мен құпияларын бөлісетін боламын. Ең алдымен сұйық массамызды дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, суымызды, салқын және де тұзымызды қосып, үстінен 20% қаймағымызды қосып, алдын ала сұйық массамызды жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Сұйық массамыздың ішіндегі тұзы ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен 72% шедролетамызды алып, терканың көмегімен өткізіп, песочный ұн жасайтын боламыз. Достар, керекті қоспамыздың барлығы мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәл осылай қолдарыңыздың көмегімен теркадан өткізіп отырып, песочный тесто жасайтын боламыз. Майымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін қолдарымыздың көмегімен осылай үйкелеп отырып, песочный ұн жасайтын боламыз, яғни майымыз ұнға сіңу керек. Дәл осылай ұнымыз дайын болғаннан кейін жаңағы алдын ала дайындап қойған сұйық массамызды қосып қамыр илейтін боламыз. Қолдарыңыздың көмегімен жақсылап біріккенше қамыр илеңіздер. Дәл видеода көріп тұрғандарыңызды жасасаңыздар, әдемі қамыр иленіп шығатын болады. Дәл осылай қамырымыз иленіп шығады, қолымызға жабыспай, кереметтей қамыр болады, жүп-жұмсақ. Және де осы иленіп болған қамырымызды, яғни мен бұл жерде 2 есе 3 есе рецепті ұлғайтып отырып жасадым. Сондықтан мен таразыға тартып отырып, яғни қамырымызды теңдей бөлетін боламыз. Бұл жерде мен 4 зуаладай самса жасадым. Сондықтан мен бұл тестаны 4-ке бөлемін. Және де ровно таразыға тартып отырып бөлетін болсаңыздар, яғни самсаларыңыздың штукасы дұрыс шығатын болады. Осылай таза целлофанға салып, бөлген қамырларымызды міндетті түрде тоңазытқышқа салып отырыңыздар. Дәл осылай барлық қамырымызды теңдей бөліп болғаннан кейін қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Яғни салқын қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, қолдарымыздың көмегімен үлкен зуала болғанша, яғни қамыр болғанша жаятын боламыз. Дәл осылай үлкен етіп қамырды жайып болғаннан кейін алдын ала ертілген шедролета, яғни майымызды үстінен құйып, бір текіс етіп қамырымыздың үстінен жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін барып, дәл рулет сияқты қамырымызды орайтын боламыз. Яғни бұл үлкен қамыр болып шығады. Міндетті түрде осылай ораңыздар. Осылай барлығын орап болып шыққаннан кейін осылай бір-біріне біріктіріп, тағы да тоңазытқышқа немесе морозильникке жарты сағаттай салып аласыздар. Салқындатқыштан немесе мұздатқыштан шығарған тестамызды алып, таразының көмегімен 35 граммнан бөліп шығатын боламыз. Ровно 35 граммнан бөліп шығатын болсаңыздар, кейін самсаларыңызды пісірген кезде барлығы бірдей формада шығатын болады. Сондықтан 35 граммнан бөліңіздер. Немесе өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты бұл жерде мен 35 граммнан бөліп шықтым осы тестаны. Сонда менде 37 немесе 35 штук самса шығады. Дәл осылай бөлінген қамырларымызды алып, қолдарымыздың көмегімен дөңгелек етіп форма жасаймыз. Яғни бұл алдын ала морозильникте қатыруға ыңғайлы етіп алу. Яғни осылай мен дәл видеодағыдай қолдарыңыздың көмегімен осылай жасап шықсаңыздар, морозильникте қатыру өте ыңғайлы болады. Дәл осылай формаларымызды келістіріп бір формада істеп алғаннан кейін безручки целлофанымызды алып, яғни 33 штуктан морозильникке қатырсаңыздар болады, немесе сразу пісіре берсеңіздер болады. Мен алдын ала тестамның барлығын дайындап қойып, осылай кез келген уақытта самсамды пісіре беремін. Сондықтан сіздерге осылай көрсетуді жөн көрдім. Және де 33 штуктан салып болғаннан кейін астына тегіс тақтай немесе тегіс жерге қойып қатыруларыңызға кеңес беремін. Осымен біздің дайын тестамыз, яғни самсамыздың тестасы дайын. Бұл жерде менде қатырылған теста. Сіздермен бірге Айпана. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.